Сонымен құрметті қазақ елі, мына бағанағы Ринат Саитов туралы айтқан сөзімнің жалғасы болсын. Қысқасы менің айтайын дегенім, не үшін Ринат Саитовқа мен қолдау сұрап отырмын. Өздеріңіз ойлап қараңыздар. 10 миллион қазақтың ішінен неге бір қазақ шықпайды? Неге елім дейтін, жерім дейтін азаматтар жоқ? Негізі бар. Оның жоқ болғанының себебі халықтан ешқандай қолдау жоқ оған. Қазақта бір керемет сөз бар. Ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан болсын дейді. Сондықтан әрине азаматтар шыққысы келеді. Жаны ашитын ұлтына, тіліне, қазағына жаны ашитын азаматтар жетеді. Бірақ әттең сол шығайын десе, артынан қолдай кететін, қорғай кететін қазақ болмай тұр ғой. Қарапайым тілде алып қарасақ, мен осы блогтарды жүргізем. Менің мақсатым тіл туралы, жатып алады да, жаңағы пікір қалдырады астына. Шашыңды неге түземейсің, сақалыңды неге алмайсың? Соның жаңағы ішіне кіріп қарасаң, сол жазғандардың барлығы бір жас бала, бір қуғынбай біреулер емес, кәдімгідей ел ағасы болып қалған үлкен ағаларымыз бен әпкелеріміз. Сонда халықтың деңгейінің соншалықты мұсырланып кеткенін, санасының түсіп кеткенін, жаңағы қалаулымды көріп, жаңағы аяқтан шалып, қатынның әңгімесін ұрыс керіс айтатындардың бәрі. Аяқтан шалу адамның деңгейі сондайға түсіп кеткен. Сондықтан жалғыз Ринат қана емес, қаншама азаматтар шығып жатыр. Осы тіл үшін, ұлт үшін, халықтың жаңағы экономикасы үшін шыққан әрбір азаматты мейлі кім болғанына қарамастан көз соқырлықпен оны қолдай кету керек. Ол азамат сезіну керек. Артында миллиондаған халықтың тұрғанын білу керек. Өйткені мүмкін біреу айтады, жаңа өлімнен қорықпаймын, маған бәрібір деп жатады шығар. Бірақ адамда бір ең аяулы дүниесі бар, ол адамның семьясы. Оның да өз семьясы бар, оның да бала шағасы бар, оның да ұрпақтары бар. Мысалға мен өз басымды айтсам, мен де робудың шетін көрген адаммын. Ұрып соғудың, қысымның шетін, бір кішкентай ұшқынын көргем. Мен не үшін екенін де білем. Әншейін осы бір тіл үшін оның барлықшы. Сол кезде мен бір нәрсені есіме түсті. Егер мен осы жолда өліп кететін болсам, немесе түрмеге жабылатын болсам, еш қазақтың еш жері қисаймайды екен. Ешкім білмейді екен, менің кім екенімді ешкім танымайды, шаруасы жоқ. Біреулер жазар астына, біреу сотталып кетіпті десе, өткенде қаңтарда болды ғой, сотталып жатыр екен, ұрыпты, соғыпты десе, астына комментарий жазыпты бір топастар, мәңгүрттер. Енді несі бар еді, көшеге шықпай жатпай ма үйде, анау мынау деп. Әрине, менің де өз жұмысым, өзімнің ақшам, тапқан табысым өзіме жетеді. Бірақ бір нәрсе менің көңілімді алаңдатады. Күнделікті көшеде жүрген кезде қазақ жастарының орысша сөйлеп жүргені, кішкентай бүлдіршіндеріміздің орысша сөйлеп жүргендері, әлі күнге дейін орыстарға жәутеңдегеніміз, бір магазинге барып қарапайым, әсіресе мына шығыс жақта, солтүстік жақтарда, біз білмейтін жақтарда қазақша сен талап етіп көр, сені жеп тастайды. Мен сіздерге тағы да бір мысал келтірейін. Қарапайым шығыс Қазақстанда Ридер деген қалада соңғы ақпараттардан естіп жатырмын. 60 мың тұрғыны бар. Соның 80% орыстар. Яғни бүкіл мектеп орысша деген сөз. Жалғыз қазақ мектебі әйтеуір себептермен жабылып жатыр. Мен себебін білгім де келіп тұрған жоқ. Ең бастысы қазақ мектебі жабылды, бітті. Енді ол жердің болашағы жоқ. Неге? Айтыңыздаршы, неге? Біз қазақ мектебін аша алмай жатқан кезде, санын көбейте алмай жатқан кезде неге бұлар жабылып жатыр? Неге біз тілімізбен алысып қалдық? Неге біз қазақ бола алмай жатырмыз? Неге бір-бірімізбен қырылысып қалдық? Оның барлығы дер кезінде бір-бірімізге деген қолдауымыздың жоқтығы, сасық әңгімелерге үйірлігіміз, ойын сауыққа үйірлігіміз, той тойлауға құмарлығымыз, еліміздің болашағы ешкімді алаңдатпайды. Қызық емес. Қаншама мәңгүрт қазақтар бар. Орысша сөйлегеніне мәз. Оларға былайша айтқан кезде бәрібір өзінің ана тілі ма, қазақша ма, орысша ма ешқандай айырып жатпайды олар. Бастысы нанын тауып жанын бақса болды. Ұрпақ деп жатқан жоқ ешқайсысы. Осы мәселені біз бірінші орынға қоюымыз керек. Одан да білім алу туралы айтпайсыңдар ма? Ұлтшылдық не керегі бар?
провокаторлар, нацисттар деген сияқты әңгімелер айтып жатыр. Бірақ бір нәрсені біліңіздер, мейлі Америкадан оқыт, мейлі Жапониядан оқыт балаңды, ананың сүтімен, әкенің тәрбиесімен қазақша тәрбие берілмесе, ол балаға қай жерден оқып келсе де, қанша білімі болса да, 1000 жерден доктор, наук, профессор болса да, қазақ үшін қызмет етпейді. Осыны біліп алыңыздаршы. Бұл қазақы тәрбие, ұлттық рух деген нәрсе, мынау рух кеудедегі, бұл білімнен де жоғары нәрсе. Сондықтан құрметті ағайын, осы бейнежазбаны барынша таратыңыздар, барынша қолдаңыздар. Ринат қана емес, қаншама бауырларымыз бар. Біреу осындай халықтың жағдайын айтып шықты ма, аяқтан шалмаңыздар, қателігіне көз жұма қараңыздар. Ең бастысы оның сол кездегі істеп атқан ісіне міндетті түрде көмек білдіріңіздер. Мына бейнежазбаны таратыңыздар, өздеріңізге салып қойыңыздар. Тіптен өздеріңіз жайшылықта сөйлейтін ауыздарыңыз бар ғой, сонымен осылай бейнежазба жасаңыздар. Ел үшін тұратын азаматтар білсін, жалғыз емес екенін сезінсін.